Сәлем, сенімен бірге халықтың фарисасы, практик психолог, менің YouTube арнама қош келдің. Бүгінгі қозғалатын бізде тақырып бұл сен қайғыру үшін мына өмірге келмедің. Көп адам өмірін қайғымен өткізеді, яғни страдать етеді. Ол қарым-қатынаста, ол ақшада, ол жігітпен қарым-қатынас, ол ата-анамен қарым-қатынас, жалпы өмірінің барлық сферасында ол мәнерлеп қайғырады. Қайғыру арқылы адамдардың көңілін алады, солай махаббат алады. Бірақ бір қызығы, біз өмірге қайғыру үшін келген жоқпыз. Бала өмірге келген кезде ол аппақ таптаса күйде болады, яғни кіршіксіз. Тек оның өскен отбасына, ортасына байланысты ол модельдерді алып үйренеді. Яғни өмір сүру осылай екен, өзіңді осылай ұстау керек екен, вниманияны қай уақытта алады, жылаған кезде, қиналған кезде, ауырған кезде алып үйренсе, сол кезде келіп оның басынан сипап, ойбай, мен сені жақсы көрем, жаным күнім деп айтатын болса, онда адам тұрады да, значит, ауыру керек, либо мен бір нәрсеге ұрынуым керек, сол кезде мені үйдегілер жақсы көреді. Басқа уақытта маған ешқандай көңіл бөлмейді. Басқа уақытта немесе мен жаңағыдай бір нәрсе жасауым керек, сол кезде ғана аламын. Немесе мысалы қыздардай деп айтайықшы, үй жинаса ғана оны мақтайды, бауырларына қараса оны мақтайды, басқа уақытта оған мақтау сөзді жасамайды. Немесе жаңа сабағын жақсы оқыса, әнге барса, биге барса, тіпті ол ән айтуды ұнатпауы мүмкін, биді ұнатпауы мүмкін, бірақ биге барған кезде оған барлығы шапалақ ұрып, оны жақсы көретін болса, және ол солай ғана көңілді ала алатын болса, онда бала биге баруын жалғастыра береді, хотя оған ұнамайды. Неге? Себебі оған махаббат алу керек та, көңіл алу керек. Ол тек осы арқылы алып тұр. Бірақ іштей жүрегімен қаламайды. Түсіндіре алдым ба? Яғни адам осылай қайғыруды бала кезден үйреніп алады. Қайғырып жүріп страдания арқылы махаббат алуды үйреніп алады, және оны ересек өмірде де жалғастырады. Мысалы, жігітпен қарым-қатынаста барып, оған ыңғайлы болсам, оның айтқанына көнсем, ол мені жақсы көреді деп ойлайды. Оған барлығын жасап берсем, мені жақсы көреді деп ойлайды. Оны кешірсем, оны құтқарсам, оған көмектессем, мені жақсы көреді деп ойлайды. Және солай махаббат алуды үйренеді. Ақша табу моделінде де тоже самое. Яғни қиналсам, жыласам, ыңылдасам келіп менің басымнан сипайды. И осы жерде бізде уже выгода деген нәрсе пайда болады. Адамға қайғыру выгодно. Яғни проблема болса, қиындық болса ғана мені адамдар жақсы көреді, аяйды, маған көңіл бөледі. Демек, мен үнемі өзіме өзім қайғы шығара берем. Яғни мен проблеманы создать ете беремін. Менің миым солай өмір сүреді. Біз барлығымыз андай ғой, признанияны, махаббатты, біреуге қажет екенімізді сезінгіміз келеді. Ол біздің натурамызда бар. Бірақ оны әркім әртүрлі алады. Көбі қайғыру арқылы алады. Яғни бір адам ауырады, үнемі бір аурумен алысады. Ол аллергия болуы мүмкін, ол бір хронический бір аурулар болуы мүмкін. Сол ауру арқылы ол өзіне махаббатты алып отырады. Немесе ол үнемі қарызға кіре береді, ақшамен проблема. Ол солай жүріп адамдардың вниманиясын алады. Яғни сенің басындағы қазір кез келген проблеманың артында выгода бар. Яғни кез келген қайғының артында выгода бар. Осының цепочкасын шешкен кезде саған өмір сүру жеңіл болады. Өмір қайғырудан тұрмайды негізі. Құдай сені ойбай қайғырсын, осы қыз қайғырсын, осы жігіт қайғырсын деп жіберген жоқ. Әр адамның ішінде біз Құдай бар дегенді естиміз, және сен арқылы Құдай мына әлемге проявляция етеді. Бұл дегеніміз не? Яғни сенің ішіңе қалауды береді. Сенің ішіңе бір сондай импульстар жасайды. Мына жерге барғым келеді, мынаны көргім келеді, мынаны жасағым келеді, адамдарға мынаны бергім келеді деген секілді. Бірақ бір өзі бүйтіп қайғырып отқан адам, ол өзгелерге түк бере алмайды, ол мына қайғысынан шыға алмайды. Оның кеңістігі өте тар болады. Осы кеңістіктің ішінде ғана ол жүреді, бас мына жаққа соғады, и оның уақыты жоқ мына әлемге бір нәрсе беруге. Бірақ оған бәрібір идеялар периодически келіп тұрады. Себебі Құдай біздің ана қайғыдан шыққанымызды қалайды ғой. Оған идея берген кезде адам ойлайды, өзінің күмәні бар, қорқыныштары бар, айтады, жоқ, мен жасай алмаймын, менің қолымнан келмейді, мен қорқамын, мен күмәнданамын, болмай қалсашы, бүйтпесейші, сөйтпесейші деген секілді өзінің ойларымен отырып, өзін шектеп тастайды и жасамайды.
Бірақ егер жасайтын болса, ол өте үлкен мүмкіндіктерді ашып алар еді. Но оған қайғыру керек қой. Ол дейтін болмай қалған дүниемен уже қазір қайғырып да. Әлі жасап көрген жоқ. Ол оның болмай қалатын бүкіл сценарийін жасап шығады. Болатын сценарий миында никак құра алмайды. Оның миы үйреніп қалған. Неге? Сондай қауіпті сценарийларға үйреніп қалған. Болмай қалса не болады? Позор болсам не болады? Жұрт айтса не болады? Ертең жасай алмай қарызға кіріп кетсем не болады? Тағысын тағы деп бүкіл сценарийді ойластырады. Бірақ әрекет жасамайды. Мен түсінемін. Бізде бұл ересек адамның стратегиялық бір ойлау жүйесі деген нәрсе бар. Ересек адам не істейді? Сен ойлайсың, возможно, рисктарды жоспарлайсың, одан кейін бәрібір әрекет етесің. Яғни мынандай риск бар, мынандай болса былай жасаймын, мынандай болса былай жасаймын, осындай болып шықса осылай жасаймын деген секілді. Сен өзіңе қауіпсіз әрекет жасаудың жоспарын құрасың. Ал қайғыратын адамдар олай жасамайды, ол сөйтіп ойлайды да, болмай қалса не болады, дейді да, жата қалады. И оның энергиясы да түсе бастайды, оның идеясы да басына келуді қоя бастайды, армандауды қойып кетеді, и өзінің қайғысына көміліп өмір сүреді. Қарыз, кредит, жаңағы білмеймін, бала-шаға, ата-ене, үйдің бір күйбең тіршілігі дейді да, ол сөйтіп қайғыра береді. Бірақ өзгелерге қарап қызығады да. Ана бүйтіп жасап жатыр, мынау сөйтіп жасап, ол қалай жасап жатыр екен дейді да, сосын ол адамдарды сыртынан жамандай бастайды. Оның бір бәкесі бар шығар, біреу көмектесіп отыр. Қайдан келген ол оп-оңай ақша дейсің? Қалай ол жетістікке жетіп отырсың? Яғни оған біреу беріп жатқан болады деген секілді, өзінің әрекетсіздігін, өзгенің жасап жатқанын былай айтқан кезде уже көре алмай бастайды. Іштарлық бастап қойды. Себебі сен мына кеңістігің тар ғой. Сенде уже қызғану, көре алмау, яғни жамандықты сен шаша бастайсың. Ал адам жамандықты шашу үшін келген жоқ бұл өмірге. Біз барлығымыз махаббатпен өмірге келдік. Және махаббатты тарату үшін келдік. Екінші бір адамдар бар да, олар созиданиямен өмір сүреді. Яғни олар қайғырумен емес, олар жасаумен өмір сүреді. Яғни олар барлығына махаббатпен жасайды. Ол біледі да, менің ішінде Құдай бар. Маған бір идея берді, маған бір қалау берді, бір нәрсе жасауға берді ма, мен ол барып жасаймын. Ол не обязательно үлкен бір барып бизнес ашып тастаймыз, бұл қарапайым бір қалаулар. Көп адам тіпті өзінің қарапайым қалауларында кейінге ысырады. Ол бәлкім сен тыныштықта отырып кофе ішіп шығар. Адам айтады, қойшы, қаяқтың уақыт жоқ оған дейді да, ол басқа тірліктермен айналысады. Немесе кітап оқу шығар, бір сурет салу шығар, ән айту шығар, билеу шығар. Бірақ сондай қарапайым қалауының өзін адам ести алмайды. Естімегендіктен жасамайды. Немесе естіп тұрса да оны жасамайды. Ол бір қойшы, болмайтын дүние, сандырақ дейді, жата береді. Ал жасаушы адамдар, созиданияда өмір сүретін адамдар, олар барлығын сыртқа әлемге шығара береді. Мен оны жасамын дейді, давай дейді да. И оның әлемінде барлығы сондай жеңіл, оңай, бір берекелі болады. Не жасаса да, ол жасаған әрекет нәтиже алып келеді. Неге? Себебі ол нәтижеге де бір байлаулы емес та болады. Ол процестен кайфовать етеді, оған ұнайды. Мен қалап тұрмын, мынандай жасайын деп жатырмын, вау, осыны келіп жасайын деген секілді. Ол оны махаббатпен жасайды, кайфпен жасайды. Сәйкесінше оның нәтижесі де өте жақсы болады. Нәтиже күтпейді да. Ол біледі точно. Егер маған бұндай қалауды беріп тұрса, мен осыны жасағым келіп тұрса, значит ол болады. Себебі менің ішімде Құдай бар ғой. Және Құдай мен арқылы проявляция етеді. Құдай мені қайғыру үшін жіберген жоқ. Мен мына өмірге бақытты болу үшін келдім. Бұны бізде жалпы барлық діндерде де бар. Қателеспесем, мысалы Құранда ол қай аятта екенін нақты есімде жоқ. Мысалы исламда айтады, жақсылық көрсең Аллада, жамандық көрсең өзіңнен деген нәрсе бар да. Яғни адамға Құдай барлық жақсылықты қалайды. Қайғыны емес, қиналуды, жамандықты, проблеманы емес. А проблеманы адам создать ете бастайды. Не үшін создать етеміз? Себебі біздің миымыз мына әлемнен қорғану керек, бізге бір қауіпсіздік керек. Өліп қалмаудың бір амалын жасайды да, сол үшін любой нәрсені ұстап алады да. Так, мына жерден бізге тірі қалу үшін мынандай бізде ситуация болды, демек мына әрекет жасамаймыз деген секілді любой нәрсені алып келеді да, оны қайғыртып отырғызып қояды. Әрекет жасатпайды.
миды да түсінуге болады да, енді ол өмір сүру үшін, мына жақта бір выживать ету үшін, тірі қалу үшін әрекет етуге тырысады. Бірақ бізде сана деген нәрсе бар да, біз ересек адамбыз, менде таңдау құқығы бар. Үнемі қайғырып, сол қайғының ішінде өмір сүре беруге болады, мынандай тар кеңістікте. Немесе созидать етіп, өмірден рахаттанып жүріп, өмір сүруге болады. Және екінші топтағы адамдар бізде бәрібір өте аз. Көп адам, андай ғой, өзін өзі дамытуға келеді, иә. Бір 10% адам дейікші, оның ішінде 5% ғана қалады. Себебі бастапқыда болмай жатқан кезде ол неге сразу болып кеткен жоқ деп ренжіп, менде болмай жатыр, маған бермейді Құдай деп претензиямен отырып қалады да. Әрі қарай жасауды тоқтатады. Ойлап көр, сен 20 жыл бойы, немесе 30 жыл, мүмкін сен 40-тасың, 50-десің, сонша жыл бойы қайғырып үйренген адамсың. Бір мезетте сен наслаждаться ету, рахаттану, жеңіл өмір сүру дегенге деп ауысып кете алмайсың. Және көп адам солай бүйтіп өзгеру үшін волшебный таблетка іздейді, волшебный палочка іздейді, түрлі курс, тренинг, терапия, яғни бір реттік нәтижеге ұмтылады да. Яғни мен бір рет барам, осылай жасаймын, болды, өзгеріп кету керек. Жоқ, олай жұмыс жасамайды. Егер ондай болса, соншалықты барлығы бүйтіп жүретін нәрсе болатын болса, онда барлық адам жақсы өмір сүрер еді. Бірақ біз үйренген модель, өмір сүру, ойлау жүйесі бар да, оны өзгертуге уақыт керек. Және ол әр адамда әртүрлі. Бір адамға 1 ай мүмкін, бір адамда ол мүмкін 3 ай, бір адамға мүмкін ол қайғыға қатты кіріп кеткен адам болатын болса, мүмкін оған 1 жыл уақыт керек шығар. Яғни өзіңе уақыт беріп үйрену керек. Андай емес, өзіңнен сразу, давай, сен тез нәтиже бер. Біз кішкентай баладан енді ішіп келе жатып, немесе енді дүниеге келген балаға, тамақ же деп ет бермейміз ғой. Ол мүмкін емес та, ол етті жей алмайды, оның тісі де жоқ, оның асқазан, оны қорытатындай деңгейде емес, ол тек сүтті қорыталады. Ал біз өзімізде солай тез деп жаса деген нәрсені күтеміз. Және сол үшінде адам барып алданады, өзінің ожиданиясы ғой. Тағы да қайғыру керек қой, менде болмай жатыр деп айту керек та, ол барып 200 мыңға, 500 мыңға, миллионға сондай бір нәрсені сатып алады, менде нәтиже жоқ, менде болмай жатыр деп тағы да отырып алып қайғырады. Қайғыруға тек жаңа повод. Анау алдамшы, мынау мошенник, мынау өтірік, анау да жұмыс жасамайды, мынау да жұмыс жасамайды. Жоқ, негізі барлық нәрсе, барлық методика, барлық кітап, барлық техника жұмыс жасайды, оларда проблема жоқ та. Проблема адамның дайындығы мен қабылдауында. Кез келген нәрсені жұмыс жасатуға болады, кез келген нәрсені пайдаланып өмірді өзгертуге болады. Любой методиканы алып, өміріңе пайдаланып өзгертуге болады. Бірақ бұл ішкі сеніммен сенің өзгеруге дейтін дайындығында. Кей адам ол қайғыруға үйреніп алған, ол өзгерем ауызбен айтады да, бірақ ішкі дүниесіне өзгеруге дайын емес. Оған солай отырған настолько выгодно. Және ол выгодаларында мойындамай, яғни эго жібермейді, адам мойындай алмайды. Мен қайғырып жатырмын, осындай себебі, маған қайғыру выгодно. Маған ауру осылай жүру, осылай по больницам аралап жүру, баламды ұстап алып жату, болмаса осындай енемен тұру, айқайласа беру, күйеуімен қырыла беру, выгодно деп ешкім мойындағысы келмейді. Себебі ол кезде өзінің маскасы бетіп шешіліп қалады. Ал ол маска шешілген кезде сен шынайы бетпе-бет өзіңмен бетіп кездесуің керек. Ал ол бетпе-бет кездесу өте ауыр. Сол үшін де біз бұл масканың үстіне әкеп маска жабатын, тез нәтиже беретін дүниені іздейміз. Ол нәтиже бермеген кезде айтамыз тағы, анау жаман, мынау жаман, яғни стрелканың барлығын тек сыртқа бұра беру, өзіне емес. Бірақ сенің ішкі ойың өзгерген кезде, сенің программаң өзгерген кезде, сен мына тар әлемің кеңейіп кетеді. Саған мүмкіндік те келеді, саған ақша да келеді, саған махаббат та келеді. Сен барлығын кайфпен жасайсың, адамдарға от души бересің. Сенде ожидания да болмайды, ренжу де болмайды. Сен уже отдающий, яғни беруші адам боласың. Және сен жасаған дүниелердің барлығы бір нәтиже бере береді. Бір адамдар бар ғой, байқап қарасаңдар болады. Сондай адамдар бар да. Қолы неге тисе де, ол жайнап кетеді да. Мейлі ол нәрсені қақпасын, ол білмесін, мәселе білімде де емес та. Ол просто барды, көрді, бір рет жасап көрді, болды, оның жасаған болып кетеді. Немесе бір адам бар, мына жерде ол өте білімді, соншалықты көп тәжірибе жинақтаған, көп білім алған, бірақ қанша жасаса да не получается, болмайды да.
Ол ұзақ уақыт бойы жасауы мүмкін, бірақ жеткен жетістігінің өзі де андай мизерный болады да, өте аз мөлшерде болады. Неге? Себебі оның миында қайғыру тұр да, маған үнемі қайғыру керек, маған қиналып жету керек, оңайлықпен түк болмайды деген секілді өзінің ойы бар. Және осы қайғыру моделін таңдап жатыр. Және қайғыруға тек жаңа жолдарды ашады. Бұл да бір андай ғой, дұға секілді, иә? Біз айтамыз ғой, дұға деген нәрсе ол тек қана ауызбен айтылатын дүние емес, ол адамның ішіндегі жүрегімен болып жатқан дүние. Егер сен әлем қайғыдан тұрады, мен тек қиналуым керек, мен қиналу үшін өмірге келдім деп ойласаң, демек сен тек қиналуды таңдай бересің және қиналатын жолды сұрап жатырсың. Давай маған тағы да қиындық бер, әкел деген секілді. Мә дейді саған, Құдай да, Вселенной де, Алла де, кімге қалай ыңғайлы, мә деп бере салады да, қайғырғың келе ме, пожалуйста, қайғыр. Бұл сенің таңдау. Адам айтып жатыр да, давай мен жасаймын, еще көбірек адамдарға пайдам тисін, мен еще көбірек махаббатпен бөліскім келеді, еще мен көбірек тағы да жаңа дүние жасағым келеді. Ол жеңіл деген нәрсені таңдап тұр. Сәйкесінше оған барлығы жеңіл беріле салады. Айтып жатқан жоқ, мен қайғырайыншы, мен мәнерлеп отырып жылап қайғырайыншы деп жатқан жоқ. Және бұл екі ойлау жүйесінен өзгеру этапы бар да. Беттен тарс етіп өзгеру жоқ дедім ғой, бірақ ол өзгеруге болады. Бір адамда ол жаңағыдай 1 ай болуы мүмкін, бір адамда 3 ай, бір адамда 6 ай шығар, бірақ ол түптің түбінде өзгере алады. Біздің ми негізі гибкий да, ол қабылдай алады, ол өзгере алады, ол бейімделе алады. Себебі кез келген біз ортаға, жақсы болсын, жаман болсын жерге барсақ та, біз уақыт өте келе үйренеміз. Тура сол секілді бұған үйренетін біріншіден жол керек, екіншіден оған маман керек. Себебі сен өзіңмен өзің қайғырып жүріп үйреніп қалған адам өзінің қайғысында отырған кезде ол байқамайды, көрмейді. Ойлайды, нормально, мен осылай өмір сүріп жүрмін. Ортасына қарайды, оның ортасы да сондай ғой. Міне, мен қайғырып жатырмын, Сәуле де, Аружан да, Маржан да, бәрі қайғырып жатыр. Бәрі осылай өмір сүреді. Бәрінің басында кредит бар, бәрінде де ипотека бар, бәрінде күйеуі ішеді, соғады, ұрады, измена жасайды, тебеді, болмаса айқайласып, боқтасып сөйлеседі. Яғни реальность осындай, оның көретін реальности осындай. Бірақ екінші реальность ветки бар да негізі бізде. Ол жақта ондай дүниелер жоқ. Бірақ сен оны көре алмайсың, сен оны байқай да алмайсың, мойындай да алмайсың. Неге? Себебі ол сенің әлеміңде жоқ қой. Осы жерді өзгерту үшін адамға екінші бір маман керек. Көп адам ойлайды, мен өзім қалай өзгеріп алсам болады, қалай жасасам болады. Сен белгілі бір мөлшерге дейін шыға аласың, бірақ сен қайтадан артқа кетесің. Себебі сенде мына жерде адамдар барлығы сондай. Мысалы, бір әулет, бір отбасы дейікші, солай қайғырумен, ақша жағынан деп айтайық, мысалы, кедей демей ақ қояйын, бірақ солай қарызбен, қиналып, зарплаттан зарплатаға өмір сүріп үйреніп қалып отбасы болатын болса, сен бірінші болып, мысалы, бір рет 1 миллион тап, 2 миллион тап, сен бір кәсіп жасап, ақша таба бастайсың ғой. Бірақ сен мына жақта адамдардың барлығы бір деңгейде болғандықтан олар сен қайдан артқа тартып кете береді. Егер сен өзің шығып кетіп, жұлып алып кетіп, содан кейін барлығын сүйремесең, никак сені артқа алып кете береді. Сол үшін де адам өздігінен жүріп өзгеріп кете алмайды. Өзгере алуы мүмкін, бірақ бір рет жасайды, 2 рет жасайды, бірақ оны басқа адамдардың ойлауы, сөйлеуі, ортасы бәрібір артқа алып кетеді. Сол үшін де мен айтамын, бұл турандай операция сияқты дүние ғой. Сен өзің отырып, ішіңде кесіп операция жасай алмайсың, саған по-любому наркоз жасалуы керек, сен бәрібір ұйықтауың керек. Сенің санаң өшкен кезде ғана саған боль сезілмейді, операция жасап жатқан сезілмейді. Сен саналы түрде өзің көзің ашық болып тұрып, кесіп, операция жасап, ішін қопарып көре алмайсың. Осындай дүние бөліскім келген. Яғни Құдай сені қиналуға жаратқан жоқ. Біз бұл өмірге рахаттану үшін, махаббатпен, мейіріммен бөлісу үшін келдік. Сенімен бірге болғанмен халықтың фаризасы, келесі кездескенше. Егер өзіңмен жұмыс жасағың келсе, төменде сілтеме бар, жеке терапияға жазыла аласың.